Видеода мен сізге Pinterest деген программаны көрсеткім келіп тұр. Pinterest. Осы программаны көрсеткім келіп тұр. Осы жерде күшті әдемі нелер бар, картинкалер бар. Например, неге Инстаграмға тек қана өзіңіздің фотоңызды сала бермей, арасында бір красивый фото табуға болады осы жерде. Например, Фаберлик деп іздеп көрсеңіз, мына жерде тек қана каталогтағы заттар емес, басқа да әдемі картинка табуға болады. Мына жерде сізге өзіңізге қандай ұнайды, соны қарап, бір интересный бір картинкалер табуға болады, да? Вот. Сіз өзіңіздің фотоңызбен чередовать етсеңіз болады. Чем просто каталогтан ала бергенше. Мына бизнес дегенді қарауға болады, Фаберлик бизнес деп. Осы жерде идеялар көп. Оформленный каталогтардың недері, картинкалер осы жерде әртүрлі бар. Вот. Или же болмаса, мына жерде flat lay деген, flat lay деп тұр. Сондай картинканы бассаңыз болады, әртүрлі шығады мына жерде. Компьютермен отырған, или каталогпен отырған, телефонмен сөйлесіп отырған дегендей әртүрлі фотографиялар шығады. Сонында өзіңіздің манағы лентыңызға әдемі өзіңіз таңдап алсаңыз болады. Сіздің жүрегіңізге қандай әдемі фото келеді. Оны таңдағаннан кейін, мына жерде мына өзіңіздің картинканы табасыз. Сосын мына жерде сохранить деп тұр ғой, қызылмен тұрған. Сохранить деген қасында 3 точка тұр. Сол 3 точканы басамыз. Сосын мына жерде скачать изображение дегенді басамыз. Ол сізге телефоныңызға сразу скачаться етіледі. Вот. Бір картинканы уже алдық. Так. Также, например, осылай ішінен қарауға болады, қандай картинкалер. Мына осы картинкаден ничего. Да? Осыны алуға болады. Осыңызға скачать изображение деп басасыз, уже мынау сіздің телефоныңызға түсті. Осылай қарауға болады. Мына жерде мына книги түрі, цветы. В общем, өзіңізге ұнайтын фотоларды табуға болады осы жерден.